Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Балнұр. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздерге өте дәмді әрі пайдалы смузи дайындап көрсететін боламын. Қазіргі уақытта көп адамдарды қаназдық, яғни анемия мазалайды. Соны болдырмау әрі алдын алу үшін дәл осы смузиді жасап көріңіздер. Құрамы өте қарапайым, бар жоғы 3 ғана заттан тұрады. Бізге керегі анар, алма және қызылша. Ыдысымызға анарымызды жақсылап саламыз. Сіздерге ескертетін жайт, анардың дәнін тазаламаймыз. Именно анарды дәнімен бірге ішіп жеу керек. Келесі бізде қызылшаны пісірмейсіздер, шикі күйінде саламыз. Бұл смузиді аптасына 1 стаканнан 2-3 рет ішуге болады. Қызылшадан кейін үстіне қызыл алмамыз саламыз. Алманы білесіздер, денсаулыққа пайдасы мол. Үстіне жарты стакан суымыз құйып, блендермен езетін боламыз. Анар дәмді ғана емес, сонымен қатар өте пайдалы жеміс. Анардың құрамында В, С, Е дәрумендері бар. Анардың ең танымал қасиеті қан аздықпен күресу. Сонымен қатар темірдің сіңірілуіне көп ықпал етеді. Міне қараңыздар, бастапқыда осылай сұйық болады. Жақсылап блендердің көмегімен езетін боламыз. Алманың құрамында да дәрумендер көп. Соның ішінде А дәруменін айтатын болсақ, ағзамыздың өсуіне, дамуына әсер етіп, түрлі ауруларға қарсы тұруға көмектеседі. Міне қараңыздар, біздің уже процесс қоюланып жатыр. Өте тәтті болып шығады, әрі қою болады, тойымды болады. Жүкті келіншектерге, балаларға таптырмас қазіргі уақытта витамин деуге болады. Қараңыздар, қою, әдемі. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Міне қараңыздар, қасықпен бірге жесеңіздер болады. Барлықтарыңызға ем болсын, ауырмаңыздар. Видео ұнаса лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен Балнұр, қош сау болыңыздар. Ас болсын.